Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2019 жылы шыққан 3 секунды атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Кто ты? Я дилер, тупой ублюдок. Пит атты жігіт бұрындары солдат болғанымен қазір ФБР-ге жұмыс істеуге мәжбүр. Польшаның қылмыстық тобына есірткі сатушы ретінде сенімдеріне кіріп, сол топтың бастығы Климикті ФБР-ге ұстап бермекші. Операцияны өткізу үшін өзінің ФБР кураторы Эрикамен бірге жаңа жоспар құруда. Эрика оның миссия кезінде әрбір жағдайын бақылап отыру үшін құпия микрофон береді. Келесі күні ол өзінің адамдарымен Питті қадағалап отыр. Ал Пит болса серіктесі Сташикпен бірге есірткілерді Климикқа апарғай жатыр. Бірақ күтпеген жерден Сташик жаңа клиент тапқанын айтады және осы есірткілерді сол жігітке сатпақшы екен. Пит егерде бұл саудаға қарсы болса, онда серіктесі күдіктенуі мүмкін. Сондықтан келісуге мәжбүр. Жас жігіт клиентпен жолыққан кезде оның шын мәнінде полиция екенін және дәл қазір оның да операциясы жүріп жатқанын түсінеді. Екеуі жалғыз қалғанда Пит ақырын оның кім екенін айтып, актерлық өнерімен оның аман-есен қашып шығуына мүмкіндік бермекші. Бірақ та полиция қаруын алып шығып, оларды тұтқынға алуды шешті. Осы кезде артынан Сташик келіп, оны атып түсіреді. Пистолеттің дауысын естіген Эрика полицияның өлгенін түсініп, сол жерде операцияны тоқтатуды шешті. Енді Климик оларды салғырттығы үшін кінәлауда. Полиция өлімінен кейін наркобаронның бизнесі қауіп үстінде тұр. Сондықтан детективтер бұл істі қазбаламас үшін Пит түрмеге кетіп, сол жерде бизнесті жүргізуі тиіс. Пит болса түрмеге баруға мүлдем қарсы, өйткені ол да ФБР-дің миссиясын орындап жүрген болатын. Бірақ та Климик оның бала шағасы жайлы айтқанда, жас жігіт амалсыздықтан келседі. Сташик жігіттермен бірге полицияның денесін көлге апарып тастайды. Осыдан кейін Пит құпия жерде Эрикамен және оның бастығы Кейтпен жолығады. Эриканың айтуынша, оның түрмеде банда жайлы ақпарат жинағаны жөн. Егерде бәрі сәтті өтсе, онда бостандыққа шығады екен. Бала шағасына алаңдаған Пит бұл шешімге қатты ашулы. Кейт болса оған қайта ойлануды ұсынады, әйтпесе әйелі мен қызы қараусыз қалуы мүмкін. Былай айтқанда Питті тығырыққа тіреуде. Эдвард атты детектив әлгі полицияның өлімін зерттеп жүр. Қылмыс болған жерден камера арқылы Питті байқаған детектив одан күдіктене бастайды. Пит шын мәнінде соғыс ардагері, бірақ оған адам өлтірді деген жала жабылып түрмеге отырған болатын. Көп ұзамай ФБР агенттері оны өз мақсаттары үшін сол түрмеден алып шыққан екен. Питтің тарихын естіген Эдвард оны дәл қазір ФБР пайдаланып жүргенін түсінеді. Ертеңінде детектив Питтің әйелі Софияға келіп, күйеуінің жұмысы жайлы сұрайды. Өйткені дәлел болса оны ФБР қармағынан алып шығуы мүмкін. Бірақ та Софияның айтатын түрі жоқ. Сонда детектив оған өзінің визиткасын тапсырады. Осыдан кейін ФБР агенттеріне келген Эдвардтың айтуынша, екеуі Питті әлгі полицияны өлтіруге мәжбүрлеп, оны түрмеге өздерінің болашақ жоспарлары үшін жібермекші. Сонда да екеуі құпия миссия жайлы ештеңе айтпай, оның сөздерін жоққа шығарады. Бірақ та Эдвард әділеттік үшін шындықтың түбіне жетуге дайын. Түрмеде Пит жаңа серіктестермен бірге есірткілерді құпия жолмен таратуда. Осы кезде Эдвард түрмеге келіп, өз адамы арқылы Питпен сөйлеседі. Егерде Пит ФБР жайлы шындықты айтпаса, есірткі сатушылар оны өлтіруге дайын тұр. Офиста Кейт тез арада Эрикаға Питті өлтіруді бұйырады, өйткені Эдвард шындықты біліп қойса, онда екеуі де түрмеге кетулері мүмкін. Ал Эрика бұйрықты орындамаса, Кейт оның бала шағасына қауіп төндірмекші. Пит түрмедегі банданың бастығы Фелпспен кезігеді, өйткені оның зонасында есірткі сатқан екен. Фелпстің жігіттері оны сол жерде өлтірмекші, бірақ Пит Климикті ұстау үшін ФБР-ге жұмыс істейтінін айтқанда, Фелпс жігіттерді тоқтатып, оның миссиясына көмектесуді шешті. Пит кез келген уақытта қорғану үшін төсегінің астына пышақты жасырады.
Фелпстың адамынан Климиктің бизнесі жайлы ақпарат жинаған соң, Эрикаға хабарласып, келіскендей түрмеден шығаруын талап етеді. Бірақ та Эрика бастығының бұйрығынан кейін онымен сөйлесетін емес. Ақыры ФБР оны сатып кеткен екен. Пит әйеліне хабарласып, детективке Эрикамен сөйлескен аудиожазбаны тапсыруын өтінеді. Питтің Фелпспен жұмыс істейтінін біліп қойған Климик, оның әйелі мен қызын өлтіруге өз адамдарын жібереді. София тез арада Эдвардтан көмек сұрауда, бірақ жігіттер оларды бөлмеге қамап, үйге бензин шаша бастайды. Көп ұзамай детектив келіп, біреуін атып түсіреді. Бірақ Сташик атқан оқ оның дәл аяғына тиді. Енді Эдвардты өлтірмекші болғанда, София қолын шешіп, пистолетпен оны атып түсіреді. Климик онымен қоса Питті да өлтіруді бұйырған екен. Камераға кірген сәтте Фелпстың адамы оған біреулер келгенін ескертеді. Төсектің астына қараса пышағы жоқ. Сол кезде Климиктің адамы оған шабуылдап, ақыры Пит оны сол жерде ұйықтатады. Бұны байқаған күзетшілер тез арада дабылды қосты. Пит болса күзетшіні өзімен алып, газ баллондар жатқан үстіңгі қабатқа шығады. Кейт болса әскерлермен бірге Питті өлтіру үшін түрмені қоршауда. Снайперлер өз позицияларында жігітті атуға дайын тұр. Осы кезде Пит өзінің бұрынғы әскери тәжірибесін қолданып, терезеге газ баллондарды қояды. Сонда снайпер атқан кезде дәл газ баллонға тиеді екен. Өзі күзетшімен бірге форма ауысып, жәбірленуші ретінде кейіп танытуда. Сонда снайпер күзетшіні қылмыскермен шатастырып, оны атып түсіреді. Атылған оқ газ баллонға тигенде үстіңгі қабат жоқ болды. Көп ұзамай Эрика жедел жәрдемнен күзетшінің формасын киген Питті көріп, онымен бірге көлікке отырады. Сөйтсе Эрика оған көмектеспекші екен. Ал Пит болса соның арқасында аман-есен қашып шықты. Осыдан кейін Эрика мен Кейт яхтада сөйлесіп тұр. Кейт оның Питті жасырып жүргенін түсініп, тез арада оны өлтіруді бұйырады. Сөйтсе Эрика бұл әңгімені жазып алған екен. Осылай Кейт қамауға алынды. Біраз уақыттан соң Пит бала шағасымен кездеспекші, бірақ Эдвардтың айтуынша дәл қазір ФБР оларды аңдып жүр. Сондықтан да бірнеше ай мүлдем көзге түспегені жөн. Осымен біздің 3 секунды атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.